Әйелдер қауымы үшін тырнақтың сынуы үлкен мәселелердің бірі. Тырнақта қыз-келіншектердің қолының сәнін беріп тұратын, өзіндік күтімді талап ететін қолдың бөлігі. Сондықтан да алаңдауға негіз бар. Неліктен тырнақтар сынғыш келеді? Тырнақтың сынғыштығын болдырмау үшін қандай амал әрекет жасау қажет? Бүгінгі видеомызда айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Тырнақтың сыну себептері: бірінші, құрғақтық пен нәзіктік. Егер тырнақтар ылғал жетіспеушілігінен құрғап кетсе, олар тез сынады. Екінші, құрамында дәрумендер мен минералдардың жетіспеуі. А, С, Д, Е дәрумендері, темір, кальций, биотин және мырыш тырнақтардың беріктігі үшін маңызды. Үшінші, физикалық зақым. Тырнақтың қатты бетке соғылуы, дұрыс емес маникюр жасау немесе артық қысым түсіру де сынуға себеп болуы мүмкін. Төртінші, химиялық әсерлер. Жуғыш заттар мен басқа химиялық құралдар тырнақтың құрылымын әлсіретуі мүмкін. Бесінші, саңырауқұлақ инфекциялары. Кейбір жағдайларда саңырауқұлақтар тырнақтың нәзік болып сынуына себеп болады. Алтыншы, денсаулық мәселелері. Қалқанша безі аурулары, темір тапшылығы анемиясы немесе басқа созылмалы аурулар да әсер етуі мүмкін. Алдын алу және емдеу тәсілдері. Дұрыс күтім. Тырнақтарды тым қысқа етіп алмаңыз. Оларды бір бағытта ғана егелеңіз. Құрғаған тырнақтарды арнайы майлармен немесе кремдермен ылғалдандырыңыз. Химиялық заттармен жұмыс істегенде қолғап киюді әдетке айналдырыңыз. Дәрумендер қабылдау. Рационға тырнақтарды нығайтатын өнімдерді қосыңыз. Балық, жұмыртқа, жаңғақтар, сүт өнімдері, көкөністер. Дәрігердің кеңесімен биотин, В7 дәрумені немесе кальций қоспаларын ішу пайдалы. Үй жағдайында емдеу. Тырнақтарды зәйтүн майына, кокос майына немесе арган майына батырып 10-15 минут ұстаңыз. Бұл тырнақтарды ылғалдандырады және нығайтады. Ал лимон шырынын пайдалану тырнақтарды ағартып, нығаюына көмектеседі. Сұлулық құрбандықты талап етеді демекші, заманға сай әдемі, сәнді болуды жақсы көретін қыз-келіншектер тырнаққа түрлі маникюр жасатып жатады. Ол да тырнақтың беткі қабатының жұмсаруына, сынғыштығына әкеліп соқтырады. Айта кетейік, сұлулық салонына барған уақытта гигиеналық талаптардың сақталуына аса мән беріңіз. Тырнақтың сынғыш болуына көңіл бөлмей уақыт өткізіп жүруге болмайды. Дәрігердің тексерілуінен өтіп, себебін анықтау қажет. Егер тырнағыңыз жиі сына берсе немесе ауыратын болса, дерматологқа немесе терапевтке жүгіну керек. Инфекцияның алдын алу үшін арнайы жақпа майлар қолдану ұсынылады. Егер де тырнақ күтімі мен дұрыс тамақтану ережелерін сақтасаңыз, олардың сынуы мен әлсіреуін азайтуға болады. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.